Дүние алдаса да жұмбақ бақ боп, көзіңе көрінсе де сымбаттақ боп, ғаламның қай шетінен іздесең де анаңның көңілінен қымбатсыз жоқ. Бүгін міне отбасымыздың ұйытқысы мен берекесі болған Ақжаулықты анамыз Тасмағамбетова Ағиза Жүргінбек қызының 1 жылдық асы да болып қалды. Есейіп кетсек те еркелетіп, тілеуімізді тілеп отыратын, жүрегі кең, ең шынайы жанашырымыз мама сен едің. Естелік ретінде анамыз туралы айтсақ, Ағиза Жүргінбек қызы 3 ақпан күні 1932 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданында Қарағай ауылында қазақи, қарапайым, мейірімді отбасында туылған. Бір отбасында ағасы Өмірғали мен інісі Кенжеғалимен бірге өсіп бой жеткен. Анамыз өте сұлу жастай 16 жасында біздің әкеміз Бақытжан да өте көрікті болған жігітке тұрмысқа шыққан. Тасмағамбетова әулетіне келін болып түскен күннен бастап ақ орамалын тастаған жоқ. Әкеміз Бақытжан Тасмағамбетұлымен тату тәтті 61 жыл бірге ғұмыр кешті. Отбасымыздың ұйытқысы болып, үй шаруасында жүріп балаларын өсірді. 2 ұл 8 қызды тәрбиелеп өсіргені үшін Батыр ана атағымен, орденімен марапатталды. Аяулы да ардақты әже болып, 21 немере, 24 шөбере сүйді. Балаларының, немерелері, шөберелерінің амандығын тілеп, ақ батасын беріп отыратын ақылшы ана еді. Мамамның көпке үлгі болған ерекше қасиеті оның қонақ жайлылығы, өте мейірімділігі. Өзі 90-нан асса да, өзі шаршап жүрсе де, үйге келген қонақтарға қуанып, риза болып, жылы жүзбен, әзіл күлкімен қарсы алушы еді. Баланың бас ұстазы ата-ана дегендей, анамыздың әр сөзінен тәрбие, әр ісінен өнеге алып өстік. Сол үшін де алғысымыз шексіз. Адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер ананың ақ сүтімен дариды дейді ғой. Олай болса, анамызды айтып мақтанайық, үлгі өнеге алайық, құрметтейік. Біз мама сізге бағышталған Құранымыз бен 1 жылдық асыңыз Алланың разылығымен қабыл болсын. Анашым, жатқан жеріңіз жарық, нұрлы болсын, ауыр топырағың жеңіл болсын. Қылған қарызбын ақшашына, жүрегін есік қылған жұмақтың бақшасына. Тербетті тал бесікте тербеліп қалды фәни, бөледім жер бесікке анашым әлди. Қайғаланда пейішке барасың ба? Адам көп айналамда, анам жоқ арасында. Өмірде көп амал бар, өлімнің жоқ амалы. Анасы жоқ адамдар, Құдайдың балалары. Айналып бақ сөгіндей болады елес пайда, анамның ақ
түтіндей сән су жоқ ешқайда. Ақ нұрға боянарсың жүрегім мәңгі сәби, жұмақта оянарсың анашым әлди